ертеде Алмаз деген бала болыпты. Ол шағын ауылда тұратын, мұнда әр қыста күн сәулесі жарқыраған жұмсақ қар жауып тұратын. Ағаштар үлпілдек ақ қалпақтармен жабылғандай тұрды, ал үйлердің шатырлары қыстың күн сәулелерінен жарқырайды. Алмаз қысты жақсы көретін, оған мұнша қуаныш сыйлаған жыл мезгілі болған жоқ. Ол достарымен шана тебуді, қардан бекіністерді салуды, және қар ойнағанды жақсы көретін. Бірақ бәрінен де Алмаз нағыз қардан үй салуды армандады Иглу. Ол бірде кітаптан қақаған қыстан аман шығу үшін, қардан осындай үйлер салатын эскимостар туралы оқып, содан бері бұл идея оның қиялын жаулап алды. Иглу салу оған нағыз сиқыр сияқты керемет нәрсе болып көрінді, оны да жасағысы келді. Бір күні таңертең күн көкжиектен енді ғана көтеріліп, ауылды нәзік қызғылт нұрмен нұрландыра бастағанда, Алмаз бүгінгі күн деп шешті. Ол өте ерте оянды, бәрі әлі ұйықтап жатқанда, ең жылы киімдерін киіп күрек алып, сыртқа жүгірді. Түнде жаңа қар жауып, енді айналаның бәрі үлпілдек ақ кілемге жабылды. Қар миллиондаған кішкентай гауһар тастар сияқты жарқырап тұрды, ал гауһар өзінің күш-қуатын сезінді. Ол ауладағы шағын аумақты иглу салатын тегіс жерді тазалаудан бастады. Содан кейін күрекпен үлкен қар кесектерін кесуге кірісті. Алмаз баяу және мұқият жұмыс істеді. Қар блоктарын біркелкі және тығыз ұстауға тырысты, өйткені ол өз үйінің беріктігі осыған байланысты екенін білді. Ол көп қиындықсыз бірінші қатардағы блоктарды жинады. Блоктар бір-біріне тығыз орналасты, ал Алмаз нәтижеге риза болды. Ол тіпті қарлы үйінің қаншалықты тез дайын болатынын елестетіп күлді. Бірақ екінші қатарды төсей бастағанда жұмыс ол ойлағаннан әлдеқайда қиын болып шықты. Ол блокты көтерген сайын оның қолдары тез шаршай бастады, блоктар төмен қарай домалап кетті. О, бұл қандай қиын! Деп маңдайындағы терді сүртіп, айналаны аяз басып тұрса да, Алмаз күрсінді. Ол қарға отырды, шаршау оны жеңе бастады. Қолдары ауырып, аяғы қардан дымқыл болды. Бір сәт ол бәрін тастап, анасы оны ыстық шай мен дәмді тоқаштармен күтіп отырған шығар, үйіне қайтқысы келді. Бірақ сол кезде Алмаз атасының бір нәрсеге қол жеткізгін келсе, шыдамды, табанды бол деп айтатын сөзі есіне түсті. Бұл Алмазға күш берді. Ол бас тартпаймын деп шешті. Мен мұны істей аламын, деді ол өзінен. Ол жұмысқа қайта кетті. Бұл жолы ол баяу, бірақ сақтықпен қозғалды. Әр блок домалай бастаған сайын Алмаз оны мұқият реттеп, болашақ үйінің әрбір элементінің мінсіз болуын қамтамасыз етуге тырысты. Біртіндеп иглу өсе бастады. Қабырғалары биіктей берді. Алмаз жұмыстан қол үзбегенін мақтан етті. Алмаз жұмыс істеп жатқанда жанына сіңлісі Айша келді. Ол Алмаздан бірнеше жас кіші болатын, және ағасының не істеп жатқанын үнемі бақылағанды ұнататын. Гауһар, не істеп жатырсың? Деп қызықтанып сұрады ол жақындай бергенде. Мен иглу салып жатырмын, деп мақтанышпен жауап берді, Алмаз қолындағы қарды сүртіп. Мен көмектесе аламын ба? Деп сұрады Айша ағасына отты көздерімен қарап. Алмаз ойланып қалды. Барлығын өзі жасағысы келді, өйткені бұл оның жобасы, арманы еді. Бірақ ол әпкесінің көмегі бұл процесті тездететінін түсінді. Сонымен қатар, бірге жұмыс істеу әрқашан қызықтырақ. Жарайды, деді Алмаз күліп. Бірақ сен маған шағын қар тасуға көмектесесің. Үлкендері сізге тым ауыр. Айша қуана басын изеп, іске кірісті. Енді жұмыс тезірек жүрді. Әпкесі абайлап қардың кішкене кесектерін әкелді, ал Алмаз оларды қабырғаларға үйіп тастады. Кейде блоктардың бірі кенеттен опырылып немесе басына күтпеген жерден қар түскенде күлетін.
Уақыт зымырап өтіп, көп ұзамай иглу дайын болды. Төбені жасау ғана қалды. Бұл ең қиын кезең болды. Алмаз төбесі тым ауыр болса, құлап қалуы мүмкін екенін білді. Үстіне қар блоктарын мұқият орналастыра бастады. Бірақ бірнеше рет блоктар құлап, төбесі құлап, бәрін қайтадан бастауға мәжбүр болды. Біздің қолымыздан келмей, деді Айша тағы да бәрі құлаған кезде. Біздің қолымыздан келет деп жауап берді Алмаз, ең бастысы берілмеу. Ол қайтадан жұмысқа кірісті, бұл жолы бәрі жақсы болды. Әрбір жаңа блокпен төбе күшейе түсті. Соңында соңғы блок орнатылды. Алмаз мен Айша қар үйлерінің біткенін көріп демдерін қысты. Олардың алдында иглу тұрды, кішкентай, бірақ жайлы нағыз қар үйі. Біз жасадық, деп қуанып айқайлады Айша екі қолын шапалақтап. Алмаз керемет мақтаныш сезімін сезінді. Ол көптен бері армандаған иглуды салды. Енді ол бірдеңе бірінші рет орындалмаса да, ең бастысы табанды болу және қиындықтардан қорықпау екенін білді. Олар қар үйлерінің ішіне шықты. Ішінде тыныш және жайлы болды. Қабырғалар қардан өткен күн сәулесінен жұмсақ жарқырайды. Сыртта қар жауа бастады, жел қар құйындарын көтерді, бірақ оның ішінде тыныш және жылы болды. Олар көрпе жамылып, құшақтасып, қарлы үйлеріне жайғасты. Алмаз сол күннен бастап қыстың өзі үшін бұрынғыдай болмайтынын білді. Енді жыл сайын Айша екеуі өздерінің иглуларын жақсырақ және жақсырақ салады. Өйткені ол ең маңызды нәрсені, өз күшіне сенуді және егер берілмесе қиындықтарды жеңуге болатынын білді. Содан бері әр қыста ауыл Алмаз бен Айша салған иглуға сүйсініп келеді. Бұл жай ғана қарлы үй емес, бұл олардың достығының, табандылығының және арманға ұмтылуының символы болды.